Егер сіздің тарих кітаптарыңыз шаң жинап жатса, Қазақстанның орта ғасырлық ғажайыптарын жіберіп алғаныңыз. Оның ерте мемлекеттерінің құпияларын ашайық. Ерте орта ғасырларда Қазақстан мәдениеттер мен өркениеттердің қиылысқан жолы болды. Бірінші атауға тұрарлық мемлекет 6 ғасырда пайда болған түрік қағанаты. Бұл Алтай тауларынан Каспий теңізіне дейінгі кең байтақ жерлерді бақылаған қуатты империя болды. Түрік халқы ат үстіндегі шеберлігімен және күрделі металл өңдеуімен танымал болды. Келесіде 8 ғасырдағы Оғыз Ябгу мемлекеті бар. Бұл мемлекет түрік тайпаларының қазіргі Қазақстанға қоныс аударуында шешуші рөл атқарды. Оғыз халқы аймақтың мәдени және саяси ландшафтында елеулі рөл атқарды. Содан кейін 10 ғасырда Қарахан әулетінің хандығы келді. Олар ислам дінін қабылдаған алғашқы түрік мемлекеттерінің бірі болды. Олар діни және мәдени ықпалды қалдырды. Олардың астанасы Баласағұн қаласы сауда мен білімнің гүлденген орталығы болды. Ақырында 12 ғасырда Қидандар Қарақытай мемлекетін құрды. Бұл мемлекет Қытай, Парсы және түрік мәдениеттерінің араласуын біріктірді. Бұл Қазақстан тарихының бай гобеленіне үлес қосқан ерекше үйлесім болды. Осы ерте орта ғасырлық мемлекеттер қазіргі Қазақстанның негізін қалады, оның сәнін және мұрасын қалыптастырды. Енді сіз Қазақстан туралы ойлаған кезде, бұл тек кең далалар елі ғана емес, терең және тартымды тарихи мұрасы бар ел екенін есіңізде сақтаңыз.